Сәлем достар, сендермен бірге мен Зоя, және бүгінгі видеода менде влог болады. Бұл видеода біз ондармен бірігіп тәуелсіздік күнін мектепте өткіздік. Қалай өткізді, қандай қызықтар болды, барлығын видеоға түсіремін. Ендеше видеоны бастаймыз. Ал бұл бізде концертке би дайындап жатқан кезіміз, бірнеше күндік видео. Ал бұл бізде 13-14 желтоқсан. Бұл кезде Алматыда өте күн суық болды, сондықтан кіші класстарды онлайнға жіберді. Сол уақытта тек 10 мен 11 оқыған сәт. У нас 3 тонны. Біз мынандай театрға келдік. Бірақ. 10 жарында бірақ ашылады екен, а біз 9:45-те ма келіп алдық. Киім қарау үшін. Ужас. Енді қайтып бара жатырмыз мектептен. Біз келдік көйлектер мен жилеттер алуға. Алыс жерге біз. Шашымызды өріп жатырмыз. Где жилетки? Ана башқы түсініп тұрған. Бар әлемге сөйлей шашса ғажап күн, жаңа тыныс алып келер тақ күліп. Олай болса алтын жүрек қазақтың, таңбасынан күн шығуы заңдылық. Соғыспенен таластың, жеңімпаз боп шығатығын паң болып. Тұлпар мінез соңғар болмас алаштың, бірақ дәрін бір тұтуы заңдылық. Ойнай жасын жарқылдатса жасыңдап, бір түйірсі жарқырайтын шаң болып. Үйлесімді табиғатқа ғашығып, гүлдернікті сүйеуде заң болып. Жеңгір көкті сүйеуде заңдылық. Күнді күткен мекен етіп таң астын, көкейінде дербес сөзді жаңғартып. Періштеге ғашық болған алаштың, қыран құсты сүйеуде заңдылық. Шаһарларын абат қылып жасалғып, келешекке көш түзеген мәңгілік. Көкте енді көксеп жүрген асыл ол, аспан түсін таңдағаны заңдылық. Құрсауында мың бұлқынып тозақтың, бас алаңда желтоқсанда қаңғыл. Жамандыққа жаны бөтен қазақтың, аман қалып өсуде заңдылық. Алты құрлық сан көршімен жарастым, бәрі маған бас шайқайды таң қылып. Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимні орындалсын. Ғасыр барға жалғастырып елдікті.
ертең блог шығады дейсің ғой Зейнегүл. Біз қазір Аспен екі онымен бірге кафеге тойлатуға барайын деп шештік. Сарқыт салып жатыр. Апай, ютубта болады. Вот, достар. Біз қайттық кафеден. Енді бүгінгі видео аяқталады. Лайк басып, комментарий алдық. Каналға подписаться етуді. Что болды? Ставьте лайки, подписывайтесь. Комментарий. И включайте колокольчик. Әне. Сен мені каждый видеоның соңына заставкаға қойып қойсаңшы, тема шығады сол кезде.